Сәлем достар, жалпы бүгін астрология дегеніміз не деген тақырыпқа тоқталғым келіп отыр. Астрология ежелгі Вавилон заманынан бері бар. Сол кезде вавилондықтар астрологияны белгілі бір адамның мінез құлқын зерттеу үшін, білу үшін қолданған. Сол заманнан бері астрология жоқ болып кеткен жоқ, яғни керісінше дамып, толықтырылып осы заманға дейін бізге жетіп отыр. Астрологияны өте мощный бір құрал деп айтуға келеді. Өз кезінде астропсихолог Карл Густав Юнг та өзінің пациенттерін терең түсіну үшін психологиямен жете алмаған жерлерін, біле алмаған жерлерін ол астрология арқылы анықтаған, яғни пациенттерінің жұлдызнамаларына қараған, олардың қандай екенін, мінез құлқын барын сол арқылы көріп отырған. Астрологияның дінге ешқандай қарама қайшылығы жоқ. Өйткені бұл көріпкелдік емес, бақсылық емес, болашақты болжау емес. Сондықтан оның дінге еш қатысы жоқ, қайшылығы жоқ. Яғни кез келген адам астрологияны қарап, өзінің қандай екенін, мінез құлқының қандай екенін білуде тұрған ештеңке жоқ деп ойлаймын. Негізі астрология аспан әлеміндегі планеталардың, бәріміз білетін планеталардың бір-бірімен қарым-қатынасын, бір-бірімен байланысын зерттейтін ғылым. Негізі адам энергетикалық жүйеден тұрады. Адам туылған кезде белгілі бір энергетиканы фиксировать етеді. Сол энергетиканы біз астрологияда интерпретация жасаймыз, яғни талқылаймыз, талдаймыз. Сол арқылы біз адамның жалпы қоғамда басқа адамдармен қалай қарым-қатынас жасайтыны, сөйлесетіні, жалпы сыртқы ортаны қалай түсінетіні, басқаларды түсінуі және де басқалармен қарым-қатынасты қалай құратынын біле аламыз. Адам өзінің қарым-қатынасымен, өзінің қозғалысымен өміріндегі оқиғаларды, өміріндегі нәрселердің барлығын өз қолымен жасайды. Адамның кез келген жағдайға, кез келген бір мәселеге, кез келген өмірлік факторларға қалай реакция жасайтыны көрсетілген. Натальный картада адамның қай жерде, қай домда, қандай планета тұрғандығы арқылы оның өмір жолын, өмірлік векторын анықтай аламыз. Яғни адамға қай бағытта жүру керек, қай жаққа қарай даму керек, осының барлығын біз адамның натальный картасынан көре аламыз. Сондықтан астрология адамның дамуы үшін өте керекті мощный құрал деп айтамыз. Астрология жайлы сұрақтарыңыз болса, достар, астында комментарийде міндетті түрде жазып кетіңіздер. Егер өздеріңіздің натальный карталарыңызға талдау жасап, өзіңіздің қандай екеніңізді, жалпы өзіңіз туралы бәрін білгіңіз келсе, өзіңіздің өмір жолыңыздың даму векторыңызды білгіңіз келсе, астында телеграм каналыма өтіп, жеке консультацияға жазылсаңыздар болады. Сол үшін, достар, астрологияны басқа білімдермен, басқа нәрселермен шатастырмаймыз. Астрологияның орны, жөні бөлек. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.